Информатика жаңалықтары. Информатика жаңалықтары. Бүгінгі жаңалықтар. Информатика жаңалықтарының тақырыбы ақпарат беру. Бүгінгі күннің басты жаңалықтары ақпарат қалай беріледі. Ақпарат беруші ақпаратты ұсынатын зат. Ал ақпаратты тасымалдау ақпарат арналары арқылы жүзеге асырылады. Бірінші сызбадағыдай ақпарат арналары екіге бөлінеді: биологиялық және техникалық. Биологиялыққа көз, құлақ, мұрын, тіл, тері жатса, ал техникалық ақпарат арналарына телефон, теледидар, компьютер тағы басқалары бұл ақпарат арналары болып саналады. Мысалы, мұғалім сабақ түсіндірсе, біз ол ақпараттарды көзбен көріп, құлақпен естиміз. Ақпарат бізге сурет, жазба және дыбыс арқылы жетеді. Төртінші суреттегідей, мұғалім сабақ түсіндіріп тұр. Ол ақпарат көзі болып саналады. Ал оны қабылдайтын оқушылар арасындағы байланыс жеткізу арнасы болып саналады. Ақпарат арнасы дегеніміз не? Ол ақпаратты өткізуші, ақпаратты тасымалдайтын орта. Ақпарат қабылдаушы, ақпаратты алушы нысан. Ақпаратты тасымалдауға екі жақ: ақпарат беруші, ақпаратқа қабылдаушы қатысады. Тасымалдау сипатына қарай екі жақты және бір жақты болады. Ақпараттың берілу тәсілі бойынша түрлері сан, мәтін, графика, дыбыс, видео жатады. Мәтіндік ақпарат. Компьютерлік алфавит символдарының қандай да болсын тізбегі бұл мәтін түрінде беріліп тұр, сондықтан бұл мәтіндік ақпарат. Келесі суретте біз баланың сурет салып жатқанын байқаймыз. Ол бізге графикалық ақпарат болып саналады. 9 алу 4 қосу 2 тең 7 деген, яғни цифрлық математикалық амалдар беріліп тұр. Бұл бізге сандық ақпарат. Келесі, кез келген дыбысты біз құлақтың көмегі арқылы естиміз. Бұл бізде дыбыстық ақпарат болып саналады. Кез келген бейнені біз көзбен көру арқылы аламыз. Бұл бізде бейне, яғни видео ақпарат болып саналады. Көру, есту, ес сезу, сипап сезу, дәм тату ақпаратты қабылдау тәсілдері болып саналады. Ақпараттың қасиеттері: қолжетімділік, өзектілік, толықтық, объективтілік, түсініктілік, яғни анықтық, құндылық болып 6 түрге бөлінеді. Бір ғана ақпарат әртүрлі жағдайда өзекті немесе өзекті емес болуы мүмкін. Мысалы, бүгін қызықты қойылымның сағат 14:00-де болатынын айтсақ, яғни театрда, осы ақпарат бүгінгі күн үшін өзекті болғанымен, ертең өзектілігін жояды. Бұл мысал ақпараттың өзектілік қасиеті болатынын білдіреді. Ал енді ақпаратты біз бүгін қойылым болады деп қана айтсақ, ол толық емес, түсініксіз ақпарат. Өйткені біз оның қайда, сағат нешеде болатынын айтпай тұрмыз. Егер ақпарат жан-жақты толыққанды болса, бұл толықтық қасиетіне ие. Егер ақпарат қандай да бір мәселелерді шешуге байланысты пайдаланса, онда ол ақпараттың құндылық қасиетіне ие, яғни қанағаттандырады. Егер ақпарат түсінікті тілде жазылса, бұл түсініктілік немесе анықтық қасиеті болып есептелінеді. Қажетті ақпаратқа қол жеткізу мүмкіндігі ақпараттың қолжетімділігі деп аталады. Егер ақпарат ешкімнің пікіріне байланысты болмаса, онда бұл ақпараттар объективтілік қасиетіне ие болады.
Сәрсенбі күнгі Алматының ауа райының ашықтығына байланысты бүгінгі сабақта оқушылардың сабаққа деген ынтасы өте жақсы. Бұл бізде сергіту сәті. Информатика жаңалықтарында жағымды жаңалықтар көп болсын. Менің жаңа сабақтарымды көру үшін каналыма тіркеліп отырыңыз.